Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен ерекше тәтті бал қосылған торттың өзім қай жолмен жасаймын, сол өзімнің жасалу нұсқаммен бөлісемін. Торттарыңыз дәл осы менің рецептіммен дайындасаңыз, мінсіз өте дәмді, прям ауызда еритіндей ерекше тәтті болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, менің рецептім бойынша сіз де дайындап көріңіз. Ең алдымен балымызды осылай асты қалыңдау кастрюляға салып ерітіп аламыз. Балымыз еріген кезде үстіне 1 шай қасық ас содамызды қосып араластыратын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай үзбей араластырып отырасыздар. Себебі балдарыңыз жаңағы күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан осы кезде оттың астын жайына қойып қоясыздар. Содан кейін осылай араластырып тұрасыздар. Міне осындай әдемі түс бергенге дейін осылай отта ұстайсыздар. Осындай әдемі түс берген кезде үстіне майымызды қосамыз, сары майымызды қосып, және тағы да үзбей араластырамыз. Балға жаңағы соданы қосқан кезде көпіреді, одан кейін әдемі түс береді. Оның үстіне сары май қосқанда жаңағында карамельный түс болып шығады. Келесі бөлек ыдысқа жұмыртқамыз бен қантымызды қосып, екеуін жақсылап миксерлейтін боламыз. Массамыз көтеріліп, 2 есе көбейеді. Сол кезге дейін жақсылап миксерлейсіздер. Міне көріп тұрсыздар, видеода массамыз ағарып, көпіріп, үлкейді. Осы кезде жаңағы бал қосылған смесімізді жылы күйінде құямыз. Ыстықтай құймаңыздар, жылы күйінде құйып, бірден жақсылап миксермен араластыратын боламыз. 1 келкі болғанға дейін. Міне осындай 1 келкі масса болған кезде үстіне електен алдын ала өткізілген ұнымызды қосып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Бір бағытта ғана араластырасыздар миксермен. Міне бізде осындай сұйық масса пайда болады. Ұнды көп қоспаңыздар. Рецептте қандай мөлшер жазылған, соны қосыңыздар. Сонда сіздердің корждарыңыз өте нәзік болып шығады. Енді менде осындай противенге мен жақсылап өте жұқа етіп жайып шығамын. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште әдемі болып қызарғанша 5-6 минут пісіріп аласыздар. Мен 3 рет осылай пісіріп аламын. 3 коржға жетеді. Жаңағы менің рецептім бойынша жасасаңыздар барлығын. 3 рет осылай үлкен корждарды пісіріп алып, әрқайсысын ортасынан 2-ге бөліп, 1 корждан 2 корж дайындайтын боламын. Сонда тортымыз биік болып шығады. Сіздер қаласаңыздар бөлмей 3 коржбен ғана жасасаңыздар болады, онда торттарыңыз аласа болып шығады. Келесі креміміз дайындаймыз. Сгущенкамызға бөлме температурасындағы сары майымызды, қаймағымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сгущенка менде Рогачев сгущенкасын қолданамын. Қою, өте сапалы сгущенка. Міне дайын болған кремді холодильникқа 1 сағатқа қоюланғанша қойып қоямыз. Себебі сіздер оны миксермен араластырғанда ол сұйылып кетеді крем, сондықтан оны холодильникқа қойып аласыздар. Келесі коржымыздың шетінен қалған бөліктерін осылай блендерға салып, сатып, тортымыздың сыртын сәндеуге алып қоямыз. Міне өте 1 келкі болып сатады блендер. Енді корждарымызға жаңағы 1 сағаттың ішінде қоюланған кремімізді осылай жағып, тортымызды жинайтын боламыз. 1 сағаттың ішінде креміміз жіп-тәуір қоюлана түскен екен. Міне тортымыздың араларына жағып, барлық корждарымызды жинап аламыз. 3 үлкен корждан мен 6 кішірек корж шығардым. Содан кейін жаңағы алдын ала сатып қойған тортымыздың қалған бөліктерін шеттеріне, беттеріне осылай әдемілеп жағып, қалауларыңызша сәндеп шығасыздар.
Дайын болған тортты міндетті түрде тоңазытқышқа 3-4 сағатқа салып қойыңыздар. Сонда торттарыңыздың қождарына кремдеріңіз сіңіп, өте нәзік болып, тәп-тәтті болып тұрады. Міне осымен біздің бал қосылған тортымыз дайын. Өте оңай дайындалады, әрі құрамына қосатын заттар да қолжетімді. Дәл осы менің рецептім бойынша жасап көріп, мені белгілеуді ұмытпаңыз.